Сәлем достар. Бүгінгі таңдағы әлемдегі ең үздік футболшы кім? Бұл сұраққа топ кезет арнасы өз жауабын береді. Сол себепті видеоны соңына дейін көріп, арнамызға тіркелуді ұмытпаңыздар. 2022 жылғы топ 10 әлемнің ең үздік футболшыларының рейтингісінде сіздерге олардың статистикаларын және табыстары туралы айтатын боламыз. Бұл жолы соңғы 20 жыл аралығындағы футболдың басты жұлдыздары Лионель Месси мен Криштиану Роналдо үздіктер рейтингісінде алғашқы орындарға ие бола алмады. Өйткені әлемдік футбол қауымдастығы үлкен үміт артып отырған жұлдыздардың жаңа буыны айтарлықтай көрсеткіштерге ие болды. Бүгінгі рейтинг келесідей көрінеді. Рейтингіміздің 10-шы орнына аргентиналық Лионель Месси орналасты. ПСЖ футбол клубының шабуылшысы. Биылғы жылғы статистикасына келетін болсақ, жалпы 1828 минут ойын ойнаған. Сол аралықта 11 гол соқты, 1 гол пенальтимен соқты және 10 гол Месси берген доптан салынды. Аргентиналықтың қоржынына барлығы 22 гол жазылды. Осы аралықта ешқандай ескертулер алмаған. Ал жалақысына келетін болсақ, жылына 18 миллиард 69 миллион теңге табыс табады екен. Айлық көрсеткішке бөлсек, айына 1 миллиард 505 миллион теңге, ал күндігіне 50 миллион 191 мың теңге. Секундына 580 теңге табысты тек жалақыдан табады екен. 9-шы орынға португалдық Криштиану Роналдо орналасты. Манчестер Юнайтед футбол клубының шабуылшысы. Статистикасына келетін болсақ, жалпы 1939 минут ойын ойнады. Сол аралықта 12 гол соқты. 1 гол пенальтимен соқты және 1 гол Роналдо берген доптан салынды. Португалдың қоржынына барлығы 14 гол жазылды. Ойын барысында 5 сары ескерту алған. Жалақысына келетін болсақ, жылына 14 миллиард 83 миллион теңге табыс табады екен. Айлық көрсеткішке бөлсек, айына 1 миллиард 173 миллион теңге, ал күндігіне 39 миллион 119 мың теңге, секундына 452 теңге табысты тек жалақыдан табады екен. 8-ші орынды иеленген бразилиялық Неймар. ПСЖ футбол клубының шабуылшысы. Неймардың статистикасына келетін болсақ, жалпы 1395 минут ойнады. Сол аралықта 14 гол соқты, 6 гол пенальтимен соқты және 6 гол Неймар берген доптан салынды. Неймардың қоржынына барлығы 26 гол жазылды. Ойын барысында 10 сары ескерту алған. Жалақысына келетін болсақ, жылына 21 миллиард 765 миллион теңге табыс табады екен. Айлық көрсеткішке бөлсек, 1 миллиард 814 миллион теңге, ал күндігіне 60 миллион 466 мың теңге. Секундына 699 теңге табысты тек жалақыдан табады екен. Рейтингіміздің 7-ші орнына ағылшындық Трент Александр-Арнольд орналасты. Ливерпуль футбол клубының қорғаушысы. Александр Арнольдтың статистикасына келетін болсақ, жалпы 2528 минут ойын ойнады. Сол аралықта ешқандай гол соқпаған, бірақ Александр Арнольд берген доптан 8 гол салған. Ағылшындықтың қоржынына 8 гол жазылды. Ойын барысында 3 сары ескерту алған. Оның жалақысына келетін болсақ, жылына 6 миллиард 176 миллион теңге табыс табады екен. Айлық көрсеткішке бөлсек, 514 миллион 667 мың теңге, ал күндігіне 17 миллион 155 мың теңге. Секундына 199 теңге табысты тек жалақыдан табады екен. 6-шы орынға бразилиялық Винисиус Джуниор орналасты. Реал Мадрид футбол клубының жартылай қорғаушысы. Винисиус Джуниордың статистикасына келсек, жалпы 2508 минут ойын ойнады. Сол аралықта 11 гол соқты, пенальтимен гол соқпаған және 9 гол Джуниор берген доптан салынды. Оның қоржынына барлығы 20 гол жазылды. Ойын барысында 4 сары ескерту алған. Оның жалақысына келетін болсақ, жылына 6 миллиард 462 миллион теңге таза табыс табады екен. Оны айлық көрсеткішке бөлсек, 538 миллион 500 мың теңге. Күндігіне 17 миллион 950 мың теңге, ал секундына 207 теңге табысты тек жалақыдан табады екен. 5-ші орынды иеленген польшалық футболист Роберт Левандовски. Бавария футбол клубының шабуылшысы. Левандовскийдің статистикасына келетін болсақ, жалпы 2200 минут ойын ойнады. Сол аралықта 22 гол соқты, 5 гол пенальтимен соқты және 3 гол Левандовски берген доптан салынды. Оның қоржынына барлығы 28 гол жазылды. Ойын барысында 3 сары ескерту алған. Жалақысына келетін болсақ, жылына 10 миллиард 526 миллион теңге табыс табады екен. Айына 877 миллион 167 мың теңге, күндігіне 29 миллион 239 мың теңге, ал секундына 338 теңге табысы тек жалақыдан табады екен. Рейтингіміздің 4-ші орнына бельгиялық футболшы Кевин де Брюйне орналасты. Манчестер Сити футбол клубының жартылай қорғаушысы. Оның статистикасына келсек,
Жалпы 2240 минут ойнады. Сол аралықта 14 гол соқты. 1 голды пенальтимен соқты және 12 гол Кевин берген доптан салынды. Оның қоржынына барлығы 27 гол жазылды. Ойын барысында 2 сары ескерту алған. Жалақысына келетін болсақ, жылына 10 миллиард 907 миллион теңге табыс табады екен. Айлық көрсеткішке бөлсек 908 миллион 917 мың теңге. Ал күндігіне 30 миллион 297 мың теңге. Секундына 350 теңге табысты тек жалақыдан табады екен. Үшінші орынға француздық футболшы Килиан Мбаппе орналасты. ПСЖ футбол клубының шабуылшысы. Оның статистикасына келсек, жалпы 2148 минут ойнады. Сол аралықта 27 гол соқты, 3 голды пенальтимен соқты және 10 гол Мбаппе берген доптан салынды. Оның қоржынына барлығы 40 гол жазылды. Ойын барысында 6 сары ескерту алған. Жалақысына келетін болсақ, жылына 10 миллиард 31 миллион теңге табыс табады екен. Айына бөлетін болсақ, 835 миллион 917 мың теңге, ал күндігіне 27 миллион 864 мың теңге. 1 секундта 322 теңге табысты тек жалақыдан табады екен. Рейтингіміздің екінші орнына орналасқан египеттік футболшы Мохаммед Салах. Ливерпуль футбол клубының жартылай қорғаушысы. Салахтың статистикасына келсек, жалпы 2814 минут ойнады. Сол аралықта 11 гол соқты, 3 голды пенальтимен соқты және 7 гол Салах берген доптан салынды. Оның қоржынына барлығы 20 гол жазылды. Ойын барысында ешқандай ескерту алмады. Жалақысына келетін болсақ, жылына 5 миллиард 14 миллион теңге табыс табады екен. Айлық көрсеткішке бөлсек 417 миллион 813 мың теңге, ал күндігіне 13 миллион 928 мың теңге. 1 секундта 161 теңге табысты тек жалақыдан табады екен. Ал енді бірінші орынға француздық футболшы Карим Бензема орналасты. Реал Мадрид футбол клубының шабуылшысы. Бенземаның статистикасына келетін болсақ, жалпы 2278 минут ойын ойнады. Сол аралықта 25 гол соқты, 9 гол пенальтимен соқты және 7 гол Бензема берген доптан салынды. Оның қоржынына барлығы 41 гол жазылды. Ойын барысында бір ғана сары ескерту алған. Ал жалақысына келетін болсақ, жылына 4 миллиард 178 миллион теңге табыс табады екен. Айлық көрсеткішке бөлсек 348 миллион 167 мың теңге, күніне 11 миллион 605 мың теңге, ал 1 секундта 134 теңге табысты тек жалақыдан табады екен. Осымен сіздерге 2022 жылғы топ 10 әлемнің үздік футболшылары туралы мәліметті жеткіздім деген ойдамын. Сіздердің ойларыңыз бойынша үздік футболшы кім? Сол туралы сұрақтарыңыз немесе өз пікірлеріңіз болса, комментарияда жаза кетіңіздер. Және арнамызға тіркелуді ұмытпаңыздар.